Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Алматы әсем қала. Бүгінгі сабақта өлеңді мұқият тыңдауды, өлеңдерді салыстыруды үйренесің. Оқушылар, негізгі тапсырманың орындар алдында келесі сұрақтарға жауап берейік. Қазақстанның қандай қалаларын білесіңдер? Олар несімен танымал? Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, Қазақстанда 80-нен астам қала бар. Солардың ішінде ең ірі мегаполис деп аталатын 3 қала әлемге танымал. Алматы өз таулармен, алмалармен танымал. Шымкент жеміс-жидектердің мекені. Астана еліміздің бас қаласы. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ғимарат, демалыс орны, көркем, ақбасты, спорт кешені. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін сөйлемдер құрастырып жазайық. Іске сәт. Біз ұсынған сөз тіркестеріне сөйлемге назар аударайық. Зәулім ғимарат, керемет демалыс орны, көркем қала, ақбасты таулар. Алматы қаласында зәулім ғимараттар көп. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Жап-жасыл ағашы, қып-қызыл алмасы. Ақбасты тауы бар Алматы қаласы. Өлең не туралы? Ойланайық. Оқушылар, келесі видеоматериалды тамашалайық. Сұрақтарға жауап береміз. Іске сәт. Сұрақтарға жауап берейік. Бейне ролик не туралы? Кім бұл қалада болды? Қала несімен ұнады? Ойланайық. Келесі тапсырма топтық жұмыс. Мәтін арқылы әр топ өз тапсырмасын алып орындайды. Тыңдайық. Алматы Қазақстанның ең сұлу қаласы. Алматы жасыл қала. Ондағы медеу спорт кешені бүкіл республикамыздың мақтанышы. Қалада биік ғимараттар, көркем жерлер көп. Көктөбе демалыс орны бар. Бірінші топ мәтін бойынша постер құрастырады. Алдында берілген суреттерді тақырып бойынша теріп алып құрастырасыңдар. Іске сәт. Екінші топ мәтін бойынша сұрақтар құрастырады. Іске сәт. Үшінші топ төртінші тапсырма бойынша сөйлемдер құрастырады. Суреттерде нелер бар? Олар қандай? Іске сәт. Оқушылар, бірінші топтың тапсырмасын тексерейік. Олар берілген суреттерден тақырып бойынша постер құрастырды. Не көрсетілген, олар айтып береді. Сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамыз. Екінші топтың тапсырмасын тексерейік. Мәтін бойынша сұрақтар құрастырды. Бірінші сұрақ. Алматы қандай қала? Қалада не көп? Үшінші сұрақ. Қандай демалыс орны бар? Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалары сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші топтың жұмысын тексерейік.
Суреттер бойынша сұрақтарға жауап беретін сөйлемдер құрастырды. Нелер бар? Қандай деген сұрақтар? Алматы керемет қала. Алматыда медеу мұз айдыны бар. Көктөбеге аспалы жолмен көтеріледі. Алматы тәтті алмасымен әлемге танымал. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқылым. Өлеңдерді оқып, шешулерін табайық. Қалаларды салыстырайық. Бірінші қала. Көркем қала, ән қала. Метросы бар қала. Ұқсастырып қойыпты, атын оның алмаға. Екінші қала туралы. Жақын мекен алысқа, тіпті сонау Марсқа. Бұл қалада тұрып ақ, кетем ұшып ғарышқа. Оқушылар, ойланайық. Қай қалалар туралы айтылған? Бірінші өлең Алматы қаласы туралы. Осы қалада метро салынған, және оның аты алмаға ұқсастырылып қойылған. Екінші өлең Байқоңыр қаласы туралы. Бұл қалада Байқоңыр айлағы бар. Осы қаладан ғарышқа ұшуға болады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, енді білімізді пысықтау үшін Wordwall платформасы арқылы ойын өткізейік. Іске сәт. Ықылас қойып, сұрақтарға жауап берейік. Оқушылар, Алматы деген сөзге 5 жолды өлең құрастырайық. Бірінші жолда не? Алматы сөзі. Екінші жолда қандай сұраққа жауап беретін 2 сын есім. Үшінші жолда Алматы не істейді? 3 етістік табу керек. Төртінші жолда 4 сөзден құрылған Алматы сөзінің мағынасын ашатын бір сөйлем жазамыз. Төртінші жолға Алматы деген сөзге мәндес сөз табу керек. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, біз ұсынған жауап үлгісін бірге тексерейік. Не? Алматы. Алматы қандай? Әсем, көркем. Алматы не істейді? Гүлдейді, қуантады, өзгереді. Ол ақбасты сұлу қала. Ол біздің мақтанышымыз. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Үй тапсырмасы 97-ші беттегі 3-ші тапсырмадағы Алматы туралы өлеңді жаттап келу. Іске сәт. Енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.